Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Осман телесериалының 217 бөліміне келдік. Бүгінгі бөлімде Балабегім, Халиме, Фатма және тағы да басқа адамдар осы Османның жаңа қонысына келеді, яғни Мудурны қамалы. Мудурны қамалын алдыңғы бөлімде Османды жаулап алған болатын. Және осы қамалға Халимені әкелуін сұрады. Халиме жазылып осы жерге келді, әкесімен көрісіп жатыр. София, Клаудиус және Рим патшасы үшеуі кездеседі және ақылдасады. Осы жолы соғыста біз жеңілдік деп жынданады және патшалары оларға айғайлайды. Сендер үнемі жеңілесіңдер деп. Сол кезде Клаудиус айтады, мен осы жолы жеңілген жоқпын және құдықтардың барлығына у қосылды. Ертең барып қайтадан ол қамалда аламын дейді. Қожабектің інісі Игітбек долданып отырады. Сен бәрібір жеңілесің, Осман дейді. Сөйтіп су ішейін деп жатқан кезде Елена деген қыз аяқ астынан кіріп қалып суды төгіп жібереді. Бұл суды ішпе, бұл судың ішіне у қосылған. Клаудиус бүкіл құдықтарға у қосылған. Осман жауынгерлерімен, бикелерімен кешкі ас ішеді, яғни Мудурны қамалын жаулап алған үшін. Сол кезде Фатма айтады, Халиме, айтшы, біз сияқты тәтті қылып тамақ пісіре алмайды екен, Сол кезде Халиме де күліп, мына ет деген не деген жұмсақ, бұл деген қатты болу керек деп бәрі бір-бірімен күліп ойнап отырады. Кешкі ас үстінде Үлгенбике қатты ауырады, қиналады. Оны Жерқұтай көріп, не болды дейді. Сол кезде Үлгенбике ішім қатты ауырып жүр бүгіндікке деп, беті, аузы барлығы тер-тер болып қиналып отырады. Одан кейін Хасанбекке бір кісі келіп құлағына сыбдырлайды. Хасанбек орнынан тұрып құдықтың жанына барады. Сол кезде қасындағы кісілер айтады, бүкіл қойлар мен аттар ауырып өлді, енді су ішкен адамдар да ауырып жатыр дейді. Сөйтіп Хасанбек бұл хабарды Османға жеткізуге тырысады. София, Клаудиус және Рим патшасы барлығы кешкі ас ішіп отырады. Сол кезде хат келеді. Хаттың ішінде басқа жақтан кемемен жауынгерлер келе жатыр. Ол жауынгерлерді екеуін күтіп аласыңдар. Жауынгерлер өте мықты, қатыгез және ашкөз дейді. Енді бірде-бір түрік қалмайды деп үшеуі бір-бірімен мысқылдасып күліп отырады. Кешегі удан кейін Үлген қатты ауырады, қатты қиналады. Алаеддин оның емін таппайды. Жерқұтай мен Ғазы екеуі қатты жылайды. Жерқұтай айтады, Үлген өлмеші деген секілді көптеген құшақтап жылайды. Ал Ғазы болса, анашым, мені тастап кетпе, мен енді бұзық болмаймын, сенің тек қана айтқаныңды жасаймын дейді. Үлген соңғы сөзін айтады, Жерқұтай, сен мен өлгеннен кейін басқа әйел аласың ба дейді. Сол жердегілердің барлығы күле жөнеледі. Және баласына қарап, балам, сен мұңайма енді, әкең екеуің аш қалмаңдар дейді. Балабегімге, сен менің сырлас досым болдың, менің ақым болса кешіре көр. Жерқұтай мен Ғазы балама қарайласып жүр деп, сол жердегі ашхаду алла деп бірден қайтыс бола жөнеледі. Тұрғыт Ғазы Софияның ең адал көмекшісі, яғни Христомен кездеседі. Христо білмем не үшін екенін Тұрғытқа бар шындықты айтады. Яғни кемемен басқа жақтан жауынгерлер келе жатыр, сендер қорғаныңдар. Және құдықтарға у қосылды, ауру тарады, енді барлығы бірден өледі деген секілді біраз нәрсе айтады. Тұрғыт Ғазы оған сенер-сенбесін білмей сол жерде тұрып кетеді. Үлген өлгеннен кейін Жерқұтай мен Ғазы екеуі қатты қиналады. Әсіресе Ғазы сол жерде сенер-сенбесін білмей әкесін ұра бастайды. Айтшы, кәне менің түсім деп айтшы, қазір қайтадан оянады деп айт деп. Сол жерде Балабегім келіп оны құшақтай жөнеледі. Сен енді, ол кетті, аспанға ұшып кетті, сен мықты боласың, өсесің, батыр боласың, әкеңнің жолын қуасың. Сол кезде аспаннан саған қарап тұрады, сенің періштең болады деп оған жауап береді. Ал Ғазы болса, аналар өлмейді деп еді ғой деп шыңғырып жылай бастайды. Суды ішкеннен кейін Османбек те қатты ауырады. Алаеддинді шақырып емдемекші болады, бірақ Алаеддиннің қолынан келмейді. Қатты ауырып жатады, қыздары жылай бастайды. Игіт пен Клаудиус екеуі кездеседі. Жауынгерлер келе жатыр. Сол кезде сен қақпаны ашып бересің.
сол қақпаға өзіңнің жауынгерлеріңді қойып қой дейді. Хасанбек өзін кінәлап жылап отырады. Менің кесірімнен мен құдықты дұрыс тексермедім, уды дұрыс қарамадым дейді. Сол кезде жырқытай жынданып келіп оны ұра бастайды. Хасан, сенің кесіріңнен сен дұрыс тексермегендіктен менің әйелім өлді және Османбек қатты ауырып жатыр. Бүкіл адамдар өлді, барлығы сенің кесірің деп ана жерде төбелесе жөнеледі. София мен Кладиус екеуі өзеннің жағасында жауынгерлерді күтіп тұрады. Екеуі әңгіме айтады. София мен Кладиус екеуі кезінде жүрген ба, сонда бір дәмкесі бар. Кладиус айтады, сенің жүрегіңді қалай жаулап алам дейді. Ал София, сен мені сатып кеттің ешқашан деп. Сол жерде екеуі ұрысып тұрады. Және осы жауынгерлердің арқасында біз Османды жеңеміз, бүкіл түріктердің қанын суғарамыз дейді. Игіт Сейітке бұйрық береді. Игіт сатқын, яғни қақпаны дәл қазір ашып қоюымыз керек. Қазір Кладиус бүкіл жауынгерлерімен келеді. Бұл жерге өзіміздің қарауылдарымызды қой. Қақпа ашылғаннан кейін барып біз осы жерді билейміз дейді. Осы сәтте қамалдың сыртында Кладиус бүкіл әскермен келіп тұрады. Өздерінше дух береді. Бұларды біз құртамыз, жоямыз деп жатқан кезде Осман бағанағына ауырып жатқан аяқ астынан келіп, құртпайсыңдар, жоймайсыңдар, мен сендерді өлтірем деп соғыс бастап кетеді. Сөйтіп бүгінгі бөлім аяқталды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.